Нам показали крупным планом Хабиба Нурмагомедова, владельца лиги EFC, который находится в окружении казахстанских бизнесменов, Рашида Махада, который является большим партнером лиги Eagle Fight Championship по Казахстану. И, конечно же, Кенес Ракишев, которого все узнали. Человек, являющийся большим фанатом спорта, большим фанатом смешанных единоборств. Он оказывает огромнейшую поддержку казахстанским атлетам, и в частности клубу Орлан Про Тим. И, наверное, я не совру, если скажу, что победы ребят из этой команды во многом связаны и с его именем в том числе. Вот и Жасулан Акимжан также представляет команду Орлан Про Тим. Это полулегкий вес, весовая категория до 65 килограммов и 800 граммов. Как хорошо сейчас зашел в правую ногу и повалил на настил октагона Жасулан своего соперника. Жасулан Акимжан бірден алға ұмтылды, және осы тұста өткір шабуыл өтіне кіріп кеткен болатын бірден. Ал Роман Авдал оп-оңай сылып шыға келді. Бұл сәтте Жасулан әзірге асығатын емес, нағыз бір барс секілді сондай жеңіл қимылдайды. Жасулан Акимжан бір қызға оның қарсыласының лақап аты. Бәрекелді, 2-1 соққысы Жасулан Акимжанның санаға дөп тиді. Барынша сақ. 8 бұрыштың ортасына қожалық етуде. Жасулан Акимжан Алматы аренаның қолдауын баршаңыз сезіп отырған боларсыздар. Бұл осы кештің басты жекпе-жегінің бірі. Және жекпе-жек аяқталды. Бұл нокаут, ардақты жанкүйерлер. Жасулан Акимжанды осындай жарқын жеңісімен құттықтаймыз. Ешкім күтпеген болар, жекпе-жек осылай тез әрі жеңіл болады деп қазақстандық файтер үшін. Роман Авдал құлаштай ұрған сәтте Жасулан Акимжан аяғымен күтіп алған екен. Бұл соққы Роман Авдалдың қорғанысын тасталған етті. Шындығында бүгін қазақстандық ММА үшін жарқын күндердің бірі деп айтуға болады. Сондықтан осы бір сәтте осындай жарқын нокаутты келген Жасулан Акимжанды шын жүректен құттықтаймыз.